Ұлы даладағы ежелгі металлургия залы қазақ халқының қасиетті қара шаңырағы киіз үй бейнесінде жасалған. Қазақстандағы металл өңдеу, игеру, даму кезеңдері мен жетістіктері туралы баяндайды. Бұл залда сіздер көне қола ғасырдан орта ғасырға дейінгі металл өңдеу өндірісінің жасалу жолын кезең-кезеңімен көре аласыздар. Алдарыңызда тұрған орта ғасырда металл өңдеумен айналысып отқан ұстаның макеті. Ұста арнайы қалыпқа салып, жебенің ұшын жасап отырған сәті бейнеленген. Ұстаның екі қолына киізден жасалған екі қолғап киілген. Бұл қолғап арнайы қорғаныс ретінде киілген. Және де қолында ағаштан жасалған қысқыш тұр. Себебі орта ғасырда қысқыш ретінде дәл осы ағаштан жасалған затты пайдаланған. Себебі ағаш өте иілгіш әрі жеңіл болып келеді. Қазақ жері металлургия пайда болған алғашқы орталықтардың бірі. Ата-бабаларымыз жаңа, неғұрлым берік металл өндірісін дамытты. Қазба жұмыстары барысында табылған металл қорытатын пештер, қолдан жасалған әшекей бұйымдар, ежелгі дәуірдің тұрмыстық заттары, қару-жарақтары елімізде ежелден ақ дала өркениеті болғандығын көрсетеді.